Баршаларыңызға сәлем достар, сіздерге бүгін йод сеткасының пайдасы мен әсері туралы айтатын боламын. Видеомды соңына дейін қарауға кеңес беремін. Әлем менің арнама тіркелмеген болсаңыз, мен арнама тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Кез келген үйдегі дәрі қобдишасында йод болатыны анық, бірақ көп адам оны жарақат алған жағдайда ғана қолданылады деп ойлайды. Ал йод тамшыларының бұдан да басқа да көмегі көп, қолдану аясы кең. Бірінші пайдасы – тыныс алу жолдарының аурулары. Йод ерітіндісін қолдану суықтап аурудың жиі қайталана беруден құтқара алады. Оның бастапқы белгілері кезінде мазасыздануды едәуір жеңілдетеді және қалпына келтіруді, емделуді тездетеді. Ол үшін мұрын бітіп, су аға бастаған алғашқы сәттерде мұрын айналасына жұқалау етіп йод жағып қоюға болады. Екінші пайдасы – құрғақ жөтел. Одан тезірек құтылу үшін йод торын тамақ тұсы мен кеуденің жоғарғы тұсына жасайсыз. Мұны абайлап, жұқалап етіп жағу керек. Күн сайын табан мен өкше жұқалап жағып қойса да болады. Әсері жақсы. Үшінші пайдасы – варикоз. Тамырлардың варикозды кеңею кезінде йод торын түнде аяқтың проблемалы аймақтарына қолдануға болады. Процедураны аптасына 2 реттен ғана жасаңыз. Оны жұқалап жағу керек. Емдеу курсы 60 күнді алады. Бұл жағдайда йодтың терапиялық әсері ісінудің азаюымен және аяқтың сыртқы көрінісін едәуір жақсартумен белгілі болады. Аяқтың шаршауы мен ауырсынуды да төмендету байқала бастайды. Төртінші пайдасы – көгеру және жарақат. Йод торы гематомалардан тезірек арылуға көмектеседі. Алайда оны көгерудің салдарынан пайда болған көгеруге бірден қолдануға болмайды. Өйткені мұндай зақым ісінумен бірге жүреді. Ал йодты ісінудің тез басылуына кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан зардап шеккен аймаққа алдымен суық компресс жасау керек. Ал йодпен емдеу 1 күннен кейін басталады. Егер инъекция орнында көгеру пайда болса, йод торын сол заматта қолдануға болады. Бесінші пайдасы – буын мен арқадағы ауырсыну. Көптеген адамдарда жасы ұлғая келе және үнемі отырып жұмыс жасайтындар желке тұсы, арқа бұлшық еттері тартылып ауырып бастайды. Йод торы бұл мәселені шешеді. Аптасына 3 рет омыртқаның бойы мен мойыннан бел тұсына дейін тік сызықтар жасаңыз. Йод торы тым қалың болып кетпесін. Әр кеш сайын үй қалдында ауыратын буындарға жұқалап йод торын жасауға болады. Ол қабынған буындардағы ауырсынуды басады. Буын аурулардың асқынуын тежейді. Ескертетін жайт: йод торын таза, құрғақ терге, мақтан тампонмен, жеңіл қозғалыстармен жұқалап жағу керек. Сызықтар ара қашықтығы кемінде 1 см болғаны дұрыс. Тым жақын болып кетпесін. Йод ерітіндісі ашық жаралар мен жарылған жерлерге, шырышты қабықтарға түспегені дұрыс. Сондықтан сақ болған жөн. Торды жүрек пен қалқанша безі маңына да үстіне жауға болмайды. Егер дене қызуы көтерілсе, йод процедураларын жүргізу болмайды. Бұл әдісті 3 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайды. Өйткені йод олардың терісін күйдіріп жіберуі, нәзік тамырларына зиян келтіруі мүмкін. Ал ересек балаларға қолданбас бұрын йодқа төзімділік сынағын өткізу керек. Ол үшін білектің ішкі жағына аз ғана йод жағып көріңіз. Егер 20-30 минут ішінде жағымсыз реакция болмаса, қызару, қызу, ашту, бөртпе және тағы басқа, онда қорықпай йодпен сурет сала берсеңіз болады. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болатын
әрқашанда пайдалы кеңестер бір арнасы.